Сәлем достар. Мен сіздерге бүгін қазақ хандығының 16-17 ғасырлардағы дамуы бөлімі бойынша Қазақстан тарихының 6 сыныбынан 4 тоқсанға арналған БЖВ-ны талдайтын боламын. Бұл қазақша контентке достар жазылыңыздар, өйткені мен сіздерге Қазақстан тарихынан тегін білім беремін. Олай болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, түсінбеген сұрақтарыңызды комментарийға жазып отыруларыңызды сұраймын. Олай болса, тақырыпты талдауға көшейік. 4 тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар. Қазақ хандығының 16-17 ғасырдағы дамуы бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Негізгі қамтитын тақырыбымыз қазақ хандарының атақты хандары Қасым хан, Хақназар хан, Тәуекел хан, Есім хан, Тәуке хан тұсындағы қазақ хандығы. Оқу мақсаты осы хандардың мемлекетті нығайтудағы рөлін анықтау, қазақ хандарының сыртқы саясатын талдау. Сіздер қазақ хандарының мемлекетті нығайтудағы рөлін көрсетесіздер және қазақ хандарының сыртқы саясатына талдау жасайсыз. Негізі бұл тақырып бойынша тестада Тәуекел хан менен Тәуке хан ғана берілген. Бірақ мен сіздерге мұғалімдеріңіз бұл хандардан басқа да хандарды беріп қалар деген ойменен Хақназар ханды, Қасым ханды, Есім ханды да қарастырамын. Бірінші тапсырма: қазақ хандығының мемлекетті нығайтудағы рөлін анықтаңыз. Қасым хан. Қасым хан ел билеген уақытта Қасым ханның қасқа жол атты заңдар жинағы арқылы мемлекетті басқаруды күшейтті. Сондай-ақ сыр бойындағы қалаларды қайтадан өз билігіне қосып алды. Қазақ хандығы дербес ел ретінде Батыс Еуропаға дейін танылды. Халық саны 1 миллионға дейін жетті. Шекарасын батыста ұлғайтып, Сарайшықты қазақ хандығының астанасы етті. Хақназар хан. Хақназар елінің саяси бытыраңқылығын жойды. Хақназар тұсында ел бір орталықтан басқарылды. Ал мемлекетті нығайтудағы рөлі бұл Ноғай ордасынан бастап Жайықтың сол жағалауындағы ноғайлар қазақ хандығына өтті. Хандықтың аумағы кеңейді, жеке мемлекет ретінде танылды. Тәуекел хан тұсында бұл Ташкент билеушісі Баба Сұлтанды өлтіріп, өзінен бұрынғы Хақназар хан мен Жалым сұлтанның кегін алды. Сондай-ақ Тәуекел хан Сайрамды, Түркістанды, Отырарды, Сауранды және Ташкентті қазақ хандығының қарамағына қосып алды. Мемлекетті нығайтудағы рөлі Ресей мен елшілік қарым-қатынасты жүргізді. Есім хан тұсында Есім ханның ескі жолы деген заңдар жинағы арқылы басқарды. Бұл заңдар бойынша әскери міндет ережелері, әскери тәртіп ережелері, құқықтық ғұрыптар менен басқарды. Мемлекетті нығайтудағы рөлі: Есім хан тұсында қазақ хандығы бытыраңқы болып кете жаздады. Себебі Есіммен бір мезгілде Тұрсын хан билікке ұмтылды. Осы Тұрсын ханның билікке ұмтылуын жойды, бүлігін басты. Сыртқы жаулармен ойраттарға қарсы күрес жүргізді. Сөйтіп, қазақ хандығының бір орталыққа бағынған қазақ хандығын сақтап қалды. Тәуке хан тұсында мемлекетті басқару 7 жарғы заңдар жинаған арқылы басқарылды. Хандықтың бөлшектенуі тоқтатылды, мемлекет бір орталыққа бағындырылды. Мемлекетті нығайтудағы рөлі: Тәуке хан тұсында ықпалды билерді мемлекеттік істерді басқаруға қатынастырып, ішкі сыртқы істерді шешуге қатынастырды. Сондай-ақ көрші мемлекеттермен, Қырғыз, Қарақалпақ, орыс мемлекеттермен достық қарым-қатынаста болды. Екінші тапсырма: төмендегі кестеде қазақ хандарының көршілес мемлекеттермен қарым-қатынасына талдау жасаңыз деген қазақ хандығының картасы берілген және қазақ хандарының Ресей мемлекетімен, Орта Азия хандықтарымен және Жоңғар хандығымен қарым-қатынасын сұрайды. Жоғарыда айтып өткендей, мен сіздерге Хақназар хан мен Тәуекел ханнан да басқа хандардың осы мемлекеттермен қарым-қатынасы туралы да тоқталатын боламын. Себебі мұғалімдеріңіз сіздерге Хақназар мен Тәуекел ханнан да басқа хандарды беруі мүмкін. Қасым хан тұсында қазақтар өз алдына тәуелсіз, дербес мемлекет есебінде Орта Азия менен Шығыс Еуропаға дейін белгілі болды. 16 ғасырда, яғни Қасым хан билеп тұрған уақытта қазақ хандығының дәуірлеу кезеңі болды, халықаралық беделі өсті. Ресей мемлекетімен 1505 және 1530 жылдары Василий III патша тұсында дипломатиялық қарым-қатынас жасады.
ал Орта Азия хандықтарымен сауда елшілік қатынастарын жүргізді. Хақназар тұсында да Ресеймен саяси және сауда қатынастары дамыды. 1569 жылы Мальцев, 1573 жылы Чебуков, 1577 жылы Дамажиров деген елшілер келді. Орта Азия хандықтарымен қарым-қатынасына келетін болсақ, 1550 және 1560 жылы Моғолстанға қарсы Қазақ-Қырғыз одағын құрды. Хақназар қазақтар мен қырғыздардың ханы деп аталынды. Ал Жоңғар хандығымен қарым-қатынасына келсек, бұл кезде ойраттардың шапқыншылығы күшейді. Ойраттардың шапқыншылығының нәтижесінде Жетісудың біраз жерінен айырылып қалды. Тәуекел хан 1594 жылы Мәскеуге Құлмұхамбет бастаған елшілік жіберді. Оның мақсаты Бұхар ханымен күресу үшін әскери одақ құру болатын, және жиенді Ораз Мұхамбетті тұтқыннан босату болды. Бірақ Тәуекел ханның бұл елшіліктегі мақсаты орындалған жоқ. Орта Азия хандықтарымен қарым-қатынасы Бұхар хандығы мен Мәуереннахр билігі үшін үнемі соғыста болды. 1598 жылы Орта Азияға жорық жасады. Жоңғар хандығымен қарым-қатынасы 16 ғасырдың аяғында ойраттар қазақ әскерінен жеңіліп қалды. Тіпті Тәуекел өзін қазақ пен қалмақтың ханы деп атады. Тәуке хан Ресей мемлекетімен орыс-қазақ қатынасын нығайтты. 1686-1693 жылы Сібірге 5 рет елшілік жіберді. Орта Азия хандықтарымен қарым-қатынасына келетін болсақ, 1687-1688 жылы Орта Азиямен сауданы дамытты. Жоңғар хандығы кезінде қазақ-ойрат қатынастары шиеленісті. 1681-1685 жылдары жоңғарлар бірнеше рет шабуыл жасады қазақ хандығына. Осы жоңғарлардың шапқыншылығына қарсы тойтарыс беру үшін 1710 жылы Қарақұмда жиын өткізді. Достар, мен сіздерге осы 4-ші тоқсанның бұжыбысын талдадым, тегін білім беріп жатырмын. Сондықтан менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Бұдан кейін де мен сіздерге тегін білім беретін боламын.